Өзгеде жаңалықтар. Аты дауға іліккен Қайрат Түнтеков бүгінде әр өңірде концерт беріп, шығармашылығын қайта жандандырудың қамын жасап жүр. Айта кетейік, атышулы жол-көлік апатынан кейін алғаш рет халыққа концерт берген әнші гастрольдік сапарын оңтүстік Қазақстан қалалардан бастаған болатын. Түркістанда өткен сондай кештердің бірінде Қайрат Түнтеков жергілікті журналистермен сол жақтағы халыққа өкпесін айтып, ішіндегі мұңымен бөлісіп жүр екен. Қиыншылық деген өзі болады ғой өзі, әр адамда. Дұрыс па? Бірақ оған қарамастан біз ән салып, халықты тербетіп деген сияқты, дұрыс па? Осылайша халыққа мұңын шерткен әнші әсіресе алматылық журналистерге қатты қапалы екен. Мені халықаралық деңгейдегі қылмыскер жасады деп ренішін білдірген әнші халықтың да әңгімесінен шаршағанға ұқсайды. Мен ойбай бір ДТП болды деп мені бір журналистер кәдімгідей, мысалы да, журналистер кәдімгі анау международный преступник қылып жіберді ғой кәдімгідей. Одан неге қамалмайды мен, мысалы. Ондайлар рас. Қамалды дегенде әңгіме жоқ, қамалдық қой енді. Заң бойынша қамалып шықтым мен. Ода тұрған ештеңке жоқ. Бірақ бұл жерде басқа да жағдайлар бар да. Жаңа халықтың әңгімесі, мысалы. Журналистер бастаған халықтың әңгімесі. Ол негізі мүлдем дұрыс емес нәрсе. Өйткені тыныш жүрген бүркітті түртіп үркіттің